Диас, сіздің жасыңыз нешеде? 18-де. 18-де. Мектеп бітіргенсіз бе? Жоқ. Неліктен мектепті аяқтамадыңыз? Кетіп қалдым сені. 14 жасында. Толықтай отбасыларыңызбен кеттіңіздер ғой, иә? Кім? Мен, мамам, анашым, әкем, 5 бауырым, 1 қыз. Қазір олар қайда? Қазір үлкен ағам қайтыс болып кетті сол жақта 2016 жылы. 2016 жылы 21 маусымда қайтыс болды. Әкем 2017 жылы 23 шілдеде қайтыс болды сол жақта. Үлкен ағам қазір 97 жылғы Абзал деген ағам бар. Ол қазір Астанада тергеуде сот болып жатыр. Екінші әпшем 95 жылғы, ол қазір осы сот болып жатыр оғанда. Екінің анашым үйде. Сирияға қалай шықтыңыздар? Шекараны өттік, Турция-Сирия шекарасын түнде. Одан кейін өткеннен кейін бізді уже түн болғандықтан 3 адам жерде жатыр екен, олар бізге ымдап шақырып алды, бері қарай жүріңдер деп. Солар бізді күтіп алды. Одан кейін әйелдер еркектерді бөліп, әйелдерді басқа бір жатақханаға, еркектерді басқа бір жатақханаға алып барды. Содан ары қарай, одан кейін әйелдер басқа жаққа жатақханаға алып кетті. Бізді дайындалу жерлерге алып барды. Діни жағынан, қару-жарақ жағынан дайындауға. Не үйретті? Діни мәселеде сол Аллах жолында Аллах жолында өлу деген мақсаттарды, сол мақсаттарды үйретті. Қаруды қалай жинауды, қалай қолдануды әдістер. Кімдер үйретті сізді? Сол игілдің құрамындағы адамдар. Қорқыныш болмады ма сізде? Басында қорқыныш болды, аяқтарым жүрмей қалды. Мен автоматтың дауысын бірінші естіген кезімде, жанымда атылған кезде аяқтарым істемей жүре алмай қалдым. Қорқамын. Қанша уақыт дайындықтан өттіңіздер? 3 ай өттім. 1 ай күттік. Просто күтіп отырдық. 1 ай діни жағынан дайындық, 1 ай не жағынан дайындық, әскери жағынан. Сонда бір жабық жерде қару жинауды, атуды үйретті ма сіздерге? Бір үйде істеп қойған, комнаталар бөліп қойған, матрастар қойған, сол жерде үйретіп, атып шашуды үйретіп, сол жерлерде үйретіп, өздері кейін жабық машина салып, ату жерлеріне апарат көрсетеді. Қазақтар көп болды ма ол жерде? Қазақтар болды, бірақ мен келген кезде не болған, қазақтардың көбісі қайтыс болған екен, ол жерде мақұм болып кеткен екен. Мен келген кезде аз қалған екен қазақтарында. Ер адамдар бөліп тұрды, әйел адамдар бөліп тұрды. Басында дайындықтың уақытысында, кейін дайындықтан кейін өзіміздің отбасымыз өмірге бір үйде тұрдық. Ата-анаңыз немен айналысты? Ағаммен қайтыс болған, әкем екеуі сол соғыстарға барып жүрді басында. Менбеже деген қалаға бардық, ең бірінші шешен ұлттарынан құралған жамағат, кішігірім группа. Сол игілдің ішінде өз группалар болады. Соның ішінде чечен жамағат екен, соларға бірінші бардық. Сол жерде әкем мен үлкен ағам неде жұмыс істеді, сол соғыстарға барып келіп жүрді. Атыс барып келді, ребат ұстаған жоқ ол кезде. Кейін одан кейінгісінде ребат ұстап бастады. Пальмира деген қалада. Осы Қазақстаннан кетер кезде Сирияда қандай жағдай болып жатқанын білмедіңіз бе? Мен білгенде айтты, бұл нелер бар деп ше. Соғыс бар, бірақ біз сөйлесіп жатқан кезде біз бірінші үлкен ағам Астана қаласына барып келгеннен кейін, Астана қаласына осындай радикалдық мненияларға түсіп келді. Содан әкеме келіп, әкемді өгеттей бастады. Әкем оны бірінші бастан қабылдамай жүрді, оның айтқандарын дұрыс емес, ол қалай болуы мүмкін, ол жақта ондай соғыс деген бар ма бізде, не болды деп. Сол кезде ағам сол жақтың адамдармен сөйлестіріп, солардың алып келген дін жағынан дәлелдерін алып келіп әкемді көндірді. Сол басында әкем мен ағам екеуміздің біріншісінде Зелла деген программа бар еді. Сол Зеллада Шам Тудай деген канал бар. Орыс тіліндегі сол группада нелер отырады, өзі
нелер проводниктер да, өзі сол границадан алып келіп отыратын адамдар. Соларға связға шықты, соның ішінде Абу Зейд деген Әзербайжаннан азамат бар екен, солған связға шықты. Сонымен уже қатынасып, сонымен қатынастап, сол жол бізге өткізіп беретін болды Сирияға қарай. Сол кезде түсінгенімізде әкем айтқан, мен өзі балам екеуміз, үлкен балам екеуміз ғана барамыз деген кезде неған. Сол кезде Абу Зейд айтты, бұл жақта өмір бар, сондай видеоға түсіріп, үлкен ағам сол жақтағы сол халифат деп аталатын жердің нелерін, видеоларын алып келіп, сол жерлерде сондай видеоларды көрсетіп бізге. Сонда өмір бар деп солай. Басында соғыс деген ол алыс жақтарда болады, сендер орталық жақтарда болады, соғыстар аз болады ол жақтарда деп. Солай көндірді ғой, сіздерді. Сіздің әкеңіз қандай жұмыс жасаған еді? Қазығұрт ауданындағы оқты Оражымдос деген орта мектеп бар, сол жердегі орыс пәнінен мұғалім еді. Мектепте сабақ берді. Оқушылардан бұл жолға ешкімді тартқан жоқ па? Жоқ. Әкем егер әкемнің ондай мақсаттары егер ол әкем басқа біреуге үгіт насихат жүргізетін болғанда ол ұсталатын еді ғой адамдардың арасында. Ол өйткені біздің ешкім білмей қалған, біздің кеткеніміз сол. Біз құпия сақтадық, барлығын ешкімге тіс шығарған жоқпыз, не болып жатқан неде. Сіздер Сирияға көшкеннен кейін әкелеріңіз сіздермен қанша уақыт бірге өмір сүрді? Сол 2,5 жылдай өмір сүрді. Үлкен ағаңыз да өзін-өзі жаруға дайындады ғой? Ол сол өзім сонда өлемін, бұл жерге өлу үшін келдім деп, үлкен ағам соғыс маңдайлы алаңдарынан шығып сол. Соғыс алаңдарынан өлді сол. Өзі қайтып оралмай үйге мен пока өлмегенше мен қаттым соқсам. Үлкен ағам. Ол жақта сіздер жамағат болып өмір сүрдіңіздер. Белгілі бір әмірлерге бағындыңыздар. Сол жөнінде айтып берсеңіз, әмірлеріңіз кім болды, қай жамағатқа қарадыңыздар? Бірінші чечен жамағаттарынан болды. Ол жерде чечен ұлтының азаматы еді. Әмірі ол жерде Абдулла Муаз деп аталатын кісі. Сол не еді? Сол чечен жамағатынікі. Одан кейін біз қазақ жамағаты, чечендермен менталитетімізде келмегендіктен біз неге ауыстық? Қазақ жамағатына ауыстық. Қазақ жамағатында Абу Файз Қазақ деген сол әмір еді. Олар просто сол жамағаттың әмірі Катиба деп аталады да. Катиба бір группа, сабверский группа. Ол Катибадан жоғарыда бар. Мысалы армияның составы ғой. Мысалы қазақ рота бар, ротадан кейін полк келеді, сол дәл сол сияқты. Рота, полк солай бөлінеді. Катиба деген сол ең кішкентайларын бөледі. Одан жоғары әмірлер бар, одан жоғарысы бар. Солай ең ақырысы сол осы өздерінің халифат деп есептейтін халифа сол Абу Бакр Бағдадиге тіреледі. Сол ең үлкен әмір. Сонда олар сіздерге не үйрететін еді? Уағыздары қандай еді? Сол Аллах жолында өлу, Аллах жолында өлгеннің қанша сауап бар, сол. Әрдайым тек соны ғана айтып отырды ма? Сол основной сол ғой, жүрегінде соғыстың алдында барлығына соны айтады. Сіз 14 жастағы кішкентай баласыз. Әкеңіздің айтуымен соғысқа бардыңыз. Қорыққан жоқсыз ба? Конечно, ол кезде маған бірінші сұрақ қойған кезде кірдік, өзімізге лақап аттар таңдадық, өзіміз лақап аттар. Мұхаммад Қазақи деген, Мұхаммад деген атты таңдадым. Одан кейін олар біздің нелерімізді, қай жердің адамы, азаматымыз, шын атымыз кім солар толтырып атып, ақырында сұрақ қояды, сіз соғысасыз ба деп сұрақ қояды. Сол кезде мен жоқ деп жауап бердім. Егер басқа біреу болғанда, может үлкен кісі болғанда, оны мүмкін ол жердің өзі қауіпсіздік комитетіне алып кетуі мүмкін еді. Ол соғыспайын деп не үшін келіп тұр, например. Ол может бір елдің шпионы шығар, сондай мақсатымен. Сол басында, сол бірінші барған кезде соғыс емес, ол кезде қорғаныс шебіне барды, қорғаныс шебі болды. Просто қарап тұратын адам керек болды. Ал ол кездерде қазақ жамағатында адамдардың көбісі қайтыс болып кеткен уақыт. Мен ағам сол кезде примерно сол жерде шілде айларында қайтыс болды. Сол кезде соғыс өте көбейіп кеткен еді. Сол уақыттарда соғыстың қызып. Сол кезде көп адам нелер қайтыс болды. Содан кейін адам аздығына қарап мені сол жаққа қарай жіберді. Қорғаныс шебіне жинамай бір 3-4 күн жүрдім. Ағам шыны кеткен, шыны жоқ екен. Қайта фотоларын ашып қарап ағам.
әкем қайтыс болғанда ол сол жердегі моргтардан немесе жарақаттанған адамдар да іздедім. Жоқ болғаннан кейін уже точно не қылдым, уточнять еттім, әкеміз қайтыс болғаннан уже. Сіз бірақ оларды көрмедіңіз? Жоқ, көрген жоқпын. Ағамның видеосын көрдім ютубтан. Қандай видео көрсетті? Менің Сирияның өзінің Сана деген несі бар, новостный агентство, сол жерде соғыстарды көрсетіп жүретін. Сол соғыста өздерінің жетістіктерін көрсететін жерлер, сол жерде көрдім ағамның денесін. Видеода сол репортаждар түсірген екен, сол жерде ағамның денесін көрдім дейді, танымалдым. Өз-өзін жарған ба? Жоқ, өзі атқан ғой. Оқтан оқтан. Сирияның ресми әскерін оны қайтыс болғаннан кейін әкем 1 жылдан кейін қайтыс болды. Әкем қайтыс болғаннан кейін уже мен ойым болды, уже мына жерде уже жан-жағыма көзім ашылып, не болып жатыр, түсініп болдым. Адамдарды көріп, мына жерде не үшін өліп жатыр мысалы. Өзім екінді сол кезде адам өзінің басына тимей түспейді екен, мысалы. Қарайсың по-любому. Мысалы, балдар біреу по-любому біреудің несін жағдайын сен пока өзің басыңа түспегенше түсінбейсің дейді ғой. Дәл сол сияқты өзім басыма түскеннен кейін түсіндім, екінің не болатындарын. Уже қыркүйек айларында, 2017 қыркүйек айларында мен осы үйімізде осындай талқыланып бастадық. Сондай кету деген мәселені талқылап бастадық. Соны түсіндіріп, менің сол игілдің кемістіктерін айтып, бір-бірімізге не болып жатқанын, не бұл қалай соны түсінейік, не отыр, қай жерге сол кемістіктерін айтып, сол 2018 жылы уже 2017 жылы талқылап барлығын уже бізге уже мен уже егер игілдан бастататын болсам, олар мен уже нелерге алуы мүмкін. Өздерінің түрмелерінің абақтыларын жауып, тәубе еткізуі мүмкін. Тәубе етпесем, олар мені өлтіріп тастауы да мүмкін. Сондай болғандықтан қауіптенгеннен кейін мен бірінші ешкімге айтпай жүрдім. Кейін семьяма айттым. Семьямды ешкімге тіл шыға алмай бірінші отырып сөйлесуге үй болған жоқ. Сол Музан деген ауылға барып, уже мен өзім 2018 жылы қаңтар айларында уже бірінші сообщениямды жаздым туысқандарыма. Что біз қайтқымыз келіп жатыр, бізге көмек керек. Жол керек болып отыр, бізге қайтатын көмектесіңіздер деп. Туысқандарыңыздан кім іздеді сіздерден хабар алғаннан кейін? Иә, осы ұлттық қауіпсіздік комитеттеріне барып айтты, что біздің қайтқымыз келіп жатқанын, қайтқыларымыз келіп жатқанын ұлттық қауіпсіздік комитеттеріне айтты. Уже наурыз айлары келіп қалды. Наурыз айларында игілдің өзінің несінде, өзінің аумағында рейдтер жасады, үлкен рейдтер. Өзінің игілдің құрамында жоқ адамдарды тексеру деген рейдтер. Өздерінің берілетін паспорттары бар, сол паспорттары арқылы тексереді адам. Бар ма паспорт жоқ болса түрмеге алып кетеді. Неге сенің паспортың жоқ? Сен қай недесің, қай жамағаттасың, соны айту, соны сұрап. Егер жоқ болатын болсаң, еш жерде жоқ просто жүрген болсаң, ол сені сұрайды, не мақсатмен жүрсің? Сен просто қорыққаныңнан жүрсің ба, либо сен игілдан не, сен игілді дұрыс емес дейсің ба? Дұрыс емес дейсің, ол сен өлтіреді. Сол кезде де рейд жасады, үлкен рейд. Сол кезде мен үйіме де келді, таңертең 8:30-да анашым бәріміз ұйықтап жатқан кезде. Сол кезде оятты анашым келді деп көзімді ашып қарасам, терезенің пердесін түртіп сәл қарасам, уже алдында 10 шақты қаруланған, уже беттеріне маска киген адамдар тұр екен уже. Одан кейін мен ағамды ояттым, ағамды жібердім, барып не болып отыр екен деді. Үйді тексеру тінту болып отыр деді. Соны мен өзім басқа комнатадағы заттар бар екен, сол заттардың арасына тығылып қалдым мен. Мен отырған бөлмеме де кірді, олар тақылдап, сол кезде жүректерін походу осы кезде болды ғой деп ұсталдым ғой деп. Бірақ Аллахтың қалауымен ол ештеңе болған жоқ ол кездерде. Сонымен шығып кетті. Екінші рет 15 минуттан кейін қайтып айналып біздің үйге кірді уже. Екіншісінде уже қатаң тексеру болды. 15 минуттан кейін өткеннен кейін қайтадан кірді, білмеймін не үшін кірген. Сонымен мен уже әпшемнің өзінің несін киетін niqabы, қолының денесін жауып тұратын, соны алдым да өзіме кидім. Ал ағам сол жерде соларға отыра бер дедім. Сол кезде мен уже әйелдің киімін киіп басқа комнатаға сырт жаққа шығып тұрды. Олар ішті тінтіп кіргізіп, бір ағамды сол кезде алып кетті. Сөйтіп алып кеткеннен 4 ай ағам сол түрмеде жатты. Игілдің түрмесінде. Келгеннен кейін оның сол жердегі игілдің өзінің соттары бар екен. Соттары сол жерде соттарында келген кезде соттарында айтыпты оларға, Абзал ағама, сен игілдің құрамында жоқ болған үшін саған
өлім үкімі берілген, бірақ біздің несімен әкімнің несі помилованиемен кешірімділігімен сені босатып жатыр. Екінші рет қайталанатын болсаң, сені уже ешқандай ескертусіз сені өлтіреміз деп уже ескерткен екен. Бірақ саған бір условие деген екен. Сенің інің бар екенін білеміз біз. Інің бар екенін, сол тығылып жүрген бізден. Соны бізге бір аптаның ішінде келсін, бізге өзі беріліп келсе, өзі сол кезде беріліп келсе, біз оны амандық түрмеге отырғызбаймыз деп уәде береміз деп солай жіберді. Кейін маған бір апта деді. Үйдегілермен талқыландым, оның бәрін обсуждать етіп, не болып жатыр, жүректен олар, мен по-любому ешкімге сенбеймін, олар алдап та шақырып алуы мүмкін, ол түрмеге тығып тастауы да мүмкін. Сол аман жоқтан 4 күннен кейін уже бардым мен, не болса да енді олар мен сол нелердің спецслужбаның өздерінің, сол игілдің спецслужбасының өзінің нелері бар, мекемесі бар, сол жерге бардым. Содан кейін ол жерде уже не болып кетті уже, түсінбеушілік уже соғыс 3 ауылда соғыс басталып кетті деген уже адамдар түсінбей бәрі артқа қарай қашып шегінісіп көзде жүр. Мен де шегіндім. Сол шегініп Суса деген ауылға келдім. Сол 3-ші ауылға, Суса деген ауылға келіп үйге отырып не істейміз уже. Бірақ ол жолдар оны ешкім білмейді екен. Сонымен сол кезде Абзал біліпті сол жолда барған екен. Ол жерге еркектерді алмаймыз деген екен, сонда иностранцтерді алмаймыз, біз спецслужбадан қорқамыз деп солай алмай кеткен екен. Мен айтамын, не болса да сол жолға ілесіп алу керек, маған көрсет сол жолды деп, сол көрсеттім. Сол ақылдасып барлығымыз беру керек шешім қабылдап, сөйтіп барып сол жерге барып, түнде барып анашымның Абзал екінің барлығын, Абзал ол жерде де барғанда да открыто барған жоқ, оны 3-4 рет барғанда қайтарып жіберді олар. Еркектерді алмаймыз, біз спецслужбадан қорқамыз деп. Содан кейін сол кезде каждый адам басына $100 сұрады, сол проводник. Өйткені ол алдын шықпағанын беріліп, ол кезде Кенбай айтқан кезде, өйткені мен ол кезде беріліп, өйткені қауіпті еді, ол кезде ешкім беріліп жатқан жоқ еді. Ол берілсең де берілген мақсаты да ол жердегі өздерінің тұратын қорғаныс шептерінде олар адамды көрсе, ол алыстан атады олар. Игл может өзін жаруға келіп жатыр ма, сондай өз смертный па деп солай ойлап, олар алыстан атуы мүмкін еді. Жейтін тамақ таппай көшеде ішетін су болды, бірақ таза емес. Сол тамақтар таппай күнде шөп, сол жерде өсіп жатқан шөптерден жеп соларды қоректенді. Ол кезде сондай ашық болды ол заманда. Арабтар өздері жақсы тұрды жағдайға. Мен арабтардың қиналғандарын көрген жоқпын. Қиналғандар сол шетелдік азаматтары. Олардың туысқандары жоқ, ешкім жоқ, олар білмейді ештеңе, бүкіл заттары жоқ. Аналар сол жердегі тілдерін біледі, өздерінің халықтары, үлкен әмірлердің барлығы өздерінің туысқандары, өздерінің адамдары болғандықтан. Ондай қиындықта болған жоқ. Сонда ол жақта әділеттілік болмады ма? Әділеттілік болмады ғой. Әділеттілік болу керек па, үлкен әмірмен кішкентай әскерге екеуінде разницасы болмау керек. Ол жерде уже үлкен әмір деген екеуінің разницасы үлкен болды да. Қай жаққа жіберу, мысалы кіммен договор жасаса мүмкін, не істеу мүмкін деген сондай. Өкініп отырмыз соны әлде мысалы, например, барлығымыз өміріміз құртылды, екінің әке-шешесі қалды. Мен отырмын, тағдырым түрмеде деп отырмын. Әпшем түрмеде отырып, оны табуы жоқ. Мені күйеуге тиіп, бала шағалы болатын уақытта, мысалы, ағам да түрмеде отырады. Ағам қайтыс болып кетті, мысалы, оның ұрпақтары қалған жоқ. Оның бәрі өкінішті болды. Сол нәрсе барлығы. Сол нәрсе болмағанда ойлайсың, сол нәрсе ағам сол бармағанда қазір үйде сол әке-шешеміз тірі барлығымыз сол жүретін мезетте жатып ойланамыз, ұйықтар алдында. Адам пока түсінбейді ғой, мысалы, адам басына таяқ болып тимейінше адам түсінбейді. Мен басыма таяқ болып тиді ғой, барлық нәрсе бұның соғыс не екенін, мысалы. Радикал, мен почти айтамын, өзіме 100% уверенмін, радикал мнениемді түсіндім де, ол не екенін, қателіктерін барлығын.